Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақ нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Оқылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма. Мәтіндерді оқы. Мәтіндерді салыстырып, ортақ тақырып қой. Бірінші мәтін. Оңтүстік Қазақстан облысында аяқ киім өндірісі іске қосылды. Кәсіпорын үйге киетін аяқ киім шығаруды бастады. Үйде киетін аяқ киімнің бағасы 260 теңге. Сұранысқа байланысты кәсіпорын күніне 1000 дана аяқ киім тігеді. Фабрика Түркияның Сот фирмасымен келісіп, болашақта сәнді аяқ киім шығаруды жоспарлап отыр. Inform.kz сайтынан. Екінші мәтін. Өскемен құс фабрикасы акционерлік қоғамы сапасы жоғары құс етін шығаратын кәсіпорын. Кәсіпорын жылына 20 000 тонна құс етін шығарады. 2009 жылы кәсіпорын Вкус брендімен Қазақстанда алғаш рет тоңазытылған құс етін шығара бастады. Ол бір жылдың ішінде тұтынушылардың талғамынан шықты. 2010 жылы компания өндірілген тауарының экологиялық таза өнім екеніне кепілдік беретін эко-сертификаты мен халал талаптарына сай келетіні туралы куәлікке ие болды. Өскемен құс фабрикасы акционерлік қоғамы аграрлы саладағы халықаралық қаржылық корпорация қаржыландырған Қазақстандағы тұңғыш кәсіпорын. Атамекен.kz сайтынан. Үшінші мәтін. Астана өнім акционерлік қоғамы 1998 жылы құрылған. Өнеркәсіп асыл тұқымды мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, сондай-ақ қымыз, шұбат секілді сүт өнімдерін өндірумен айналысады. Бүгінгі таңда кәсіпорында сүт өнімінің 23 түрі шығарылады. Астана өнім зауыты мемлекеттік резиденциялар мен басқа да мекемелерге жоғары сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін шығарады. Зауыт күн сайын 10 тонна сүт өнімін өндіреді. Өнімнің басым бөлігі резиденциялар, түрлі мекемелер, балабақшалар, ауруханалар, сауда орталықтары мен елорда дүкендеріне тасымалданады. Өнеркәсіп елордадағы бір супермаркетке орта есеппен күніне 300 литр сүт жеткізеді. Кәсіпорында қолданылатын барлық қондырғы Германиядан сатып алынған. Қазіргі уақытта зауытта 303 адам, оның 20-сы сүт өнеркәсібінде жұмыс істейді. Компания жұмысшыларының көбі жақын маңдағы ауыл тұрғындары. Astana.gov.kz сайтынан. Жазылым айтылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрып, жаз. Жоспардағы тақырыпшалардың аясындағы тірек сөздерді анықта. Жоспарың бойынша мазмұнын баянда. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінді оқып салыстырады, ортақ тақырып қояды, 2 балл. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрады, 2 балл. Тірек сөздерді анықтайды, 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Айтылым тапсырмасы. 11-ші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, диалог құрыңдар. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Суретті пайдаланып диалог құрады, 2 балл. Сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Тіл тазалығы, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.